Сәлеметсіздер ме, құрметті білімгерлер? Мен Найманбаева Гүлназ Болатқызы, жоғарғы медицина колледжінің биология пәнінің оқытушысы боламын. Бүгінгі менің сіздерге өтетін тақырыбым хромосомдық аурулар және олардың клиникалық көрініс берілуі. Хромосомдық аурулар генетикалық ауытқулар, олар хромосомалардың саны мен құрылымының өзгеруінен болады. Бұл аурудың клиникалық көріністері әртүрлі болуы мүмкін. Хромосомалар және олардың құрылымы, олар хромосомалар генетикалық ақпаратты сақтайтын құрылымдар. Олар ДНК-дан тұрады. Құрылымы әртүрлі хромосоманың өзіндік құрылымы бар, ол 2 хроматидадан тұрады. Жалпы хромосомалардың функциясы олар хромосомалар жасушасының бөлінуінен қамтамасыз етеді. Генетикалық ақпараттың ұрпақтан ұрпаққа берілуін реттейді. Хромосомдық аурулардың жіктелуі сандық өзгерістер, ол хромосомалардың санының өзгеруі, мысалы триасомия немесе моносомия. Құрылымдық өзгерістер хромосомалардың құрылымының өзгеруі, мысалы олар делеция, дупликация, инверсия және транслокация болып келеді. Сонымен қатар мозаицизм және бір организмде әртүрлі генетикалық құрылымды жасушалардың болуы болып келеді. Хромосомалық аурулардың ішіне даун хромосомдық ауруына жатады, яғни клиникалық белгілері диагностикасына келетін болсақ, клиникалық белгілері олар ерекше бет болып келеді құрылымы, ақыл естің кемсіздігі білінеді және жүрек ақаулары көрінеді. Диагностикасы кариотиптеу арқылы 21-ші хромосоманың триасомиясы анықталады. Келесі синдром Эдвард синдромы негізгі ерекшеліктері сирек кездеседі. 18-ші жұп хромосома санында хромосоманың триасомиясы, клиникалық көрінісі жүрек ақаулары, бүйрек ақаулары арқылы естің кемдігі, өмір сүру ұзақтығы, қысқа өмір сүру ұзақтығы анықталады. Келесі синдром Патау синдромы сирек кездесетін хромосомдық ауру түрі, сирек кездеседі. 13-ші жұп хромосомасы триасомиялы хромосомамен анықталады. Клиникалық көрінісіне келетін болсақ, мидың ақаулары, жүрек ақаулары, еріннің және таңдайдың жырықтары байқалады. Өмір сүру ұзақтығы қысқа өмір сүру ұзақтығымен анықталады. Тернер синдромы қыздарда жыныстық хромосомалардың бұзылыстарымен анықталады. Жыныстық хромосомалардың санының өзгеруі, клиникалық белгілеріне келетін болса, қысқа бойлы, аналық бездерінің жеткіліксіздігімен және жүрек ақаулары анықталады. Бұл гормондық терапиямен емделінеді. Жалпы хромосомдық аурулар бар. Науқастардың басқару және емдеу жолдары бұл мультидисциплинарлы тәсілдер арқылы емделеді. Жалпы генетиктер, педиатрлар, кардиологтар және басқа мамандардың қатысуымен анықталады. Емдеу жалпы ол симптоматикалық емдеу және қолдау көрсетіледі. Жалпы бұл ауруларды, хромосомалық ауруларды анықтау үшін бұл жас мамандар, жас аналар, яғни жүктілік кезіндегі медико-генетикалық кеңес беру арқылы бұл аурулардың қаншалықты, қандай жолдар арқылы анықталуын толыққанды дәрігерлермен женский консультациядан, яғни толық анықтама ақпарат алып, бұл аурулар туралы толыққанды ақпарат алып, балалардың болашақта қандай аурумен ауыратындарын анықтай алады. Сол медико-генетикалық кеңес беру арқылы дәрігерлер бірнеше скринингтау арқылы аурудың
қандай формасына жататынын, хромосомалық аурулардың қай түріне жататынын анықтап, ата-анасына бұл ауру туралы толыққанды ақпарат беріледі. Сол тараптан болашақта ата-ана бұл ем арғарай қабылдауын немесе бұл жүктіліктің арғарай тоқтатылуын толық ақпарат білгеннен кейін қана шеше алады. Бүгінгі тақырыбымыз осы. Рахмет сіздерге.